Баяғыда еркек қажет болды ғой, ұстап қалуға, аялауға тырысты. Міне соңғы уақытқа дейін. Ұл бала туылса қуанды, қыз бала туылса мұңайып қалды ата-аналар. Еркекте диванда жатсам да болады, мен бағатын қағатындар бар, мен осыны аялымын деп ойлап қалды ғой. Қазіргі заманда олай емес. Мен де аялымын деп айтқысы келіп тұр ғой әйел адам. Екеуі не істеді? Мына енді аялымын, мен барлық нәрсеге сенің орныңа жауап бермеймін деп айтқысы келіп тұр да қоғам. Сонда не қайтадан әйелдер кінәлі ма? Бір отбасының бақытты бола алмауында, сонда әйел тіреп тұру керек ба? Негізі әрдайым атам заманнан бері әйел адам қозғаушы күш, негізі біле білсе де. Сол соғыс уақытында, ашаршылық уақытында негізі қоғамды ұстап қалған қозғаушы күш әйел болды. Соғысқа кетті, бара ғой, мен сенің артыңнан киіміңді, қаруыңды жіберіп тұрам. Одан кейін соғыстан келгеннен кейін біз бір еркекке 4 әйел тие саламыз, біз халық санын көбейтуіміз керек деп тағы қозғаушы күш болды. Қазіргі таңда қозғаушы күш негізі әйел. Қазір айтады ғой, жаңа ер кісілер қалып жатыр, әйелдер дамып кетіп жатыр. Қазіргі қоғамда да әйел дамып жатыр да, тек әлеуметтік желі арқылы ол көрініп қалып жатыр да. Әйел адам қозғаушы күш екен. Енді осы жерде қазір жаңа әйел сонда кінәлі ме, әйелді кінәлабегендер қойыңдаршы деген нәрсеге айтайын десек, әйел қозғаушы күш болайын десе, еркек баяғы біз еркекпіз дегенін айта алмай жатыр ғой.